Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіз. Біз бүгін осындай жұмбақ салатын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызды алып, 3 жұмыртқаны жарамыз да, кішкене тұз, 3 ас қасық сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Неге жұмбақ салаты? Өйткені көбісі осы салатқа жұмыртқа қосылғанын да сезбейді. Сондықтан да жұмбақ салаты деп аталады. Міне, сұйықтығымызды араластырғаннан кейін біз 1 ас қасық ұнымызды, 1 шай қасық крахмалымызды қосып, тағы да араластырып, табамызды қыздырып, кішкене май жағып, біртіндеп осы құймақтарымызды пісіріп аламыз. Міне біз пісіріп алдық, енді оны рулет қылып орап, ұзын таяқша етіп тураймыз. Егер де сіз көбірек дайындағыңыз келсе, осы ингредиентті 2 есе көбейтеміз. Енді бір қиярымызды алып, ұзын таяқша етіп турап, ыдысымызға саламыз. Содан кейін пісірілген тауық етін де турап саламыз. Егер де сізде духовкада пісірілген тауық еті болса, ол да жарай береді. Жүгері саламыз. Осы салатымызды тұздаймыз. Қара бұрышты саламыз. Және 2 ас қасық майонезімізді қосып араластырамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Дәмі өте керемет, ерекше ас болсын.